Еліміздің жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәми шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасу мақсатында Оңтүстік Кореяға барды. Қазақстандық делегация мүшелері осы елдегі сот саласына сандық технологиялардың енгізілуіне де баса назар аудармақ. Оңтүстік Кореялық әріптесі Ян Син Темен кездесу барысында Қайрат Мәми 100 нақты қадам президенттің 5 институционалды реформасын жүзеге асыру туралы баяндады. Қазақстан жоғарғы соты төрағасының айтуынша, барлық сот залдары дыбыс және бейне жазба қондырғылармен жабдықталған, және оған барлық сот процестер жазылады. Сонымен қатар, арыз шағымдардың 80% электронды түрде жасалады. Ал Оңтүстік Корея судьяларын Қазақстан жоғарғы сотында инвестициялық дауларды қарайтын коллегияның құрылуы қызықтырды. Конституциялық сот төрағасының міндетін атқарушы Ким И Сумен кездесу барысында Қайрат Мәми елімізде билік тармақтары арасында лауазымды қайта үлестіруге қатысты Конституцияға өзгерістер туралы айтып берді. Осы реформа корейліктердің де жіті назарында. Өткені 9 мамырда өтетін президенттік сайлаудан кейін Оңтүстік Кореяда Конституцияға өзгерістер енгізу көзделіп отыр. Корея және Қазақстан жоғарғы соттар арасындағы қарым-қатынастар 2000 жылы орнатылды. Бұл Қайрат Мәми мырзаның елімізге екінші сапары. Корея және Қазақстан сот жүйелері өте ұқсас. Сот істері электрондық түрде жүргізіледі. 2006 жылда қазақстандық судья Мадияр Балкен Оңтүстік Кореяда тағылымдамадан өтті. Болашақта осындай тәжірибе жалғасады деп сенеміз.